2006-2021 жылдар. 2006 жылы пирамида үлгісіндегі бейбітшілік және келісім сарайы салынды. 2007 жылы Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. 2008 жылы Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры құрылды. 2009 жылы 19 мамырда Болашақ халықаралық стипендиясы бекітілді, халық санағы өтті. 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығымен Астана саммиті ел мерейін асырды. 2011 жылы президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа елбасы атағы берілді. Қысқы Азия ойындары Астана мен Алматы қалаларында болып өтті. 2012 жылы жылдың ең маңызды саяси оқиғасы Қазақстан 2050 стратегиясы қабылданды. 2013 жыл тұңғыш президент жариялаған 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты жолдау бойынша жұмыстардың қолға алынуымен ерекшеленді. 2014 жылдың ең негізгі саяси оқиғасы атанған Нұрлы жол болашаққа бастар жол атты жолдауы жарық көрді. Ұлттық мұражай ашылды. 2015 жылдың 27 шілдесінде Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік сауда ұйымының мүшесі атанды. Айдын Айымбетов ғарышқа ұшты. Қазақ хандығының 550 жылдығы тойланды. 2016 жылы тәуелсіздікке 25 жыл толды. 2017 жылы Алматы қаласында 28-ші қысқы универсиада ойындары өтті. Экспо 2007 көрмесі өтті. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. 2019 жылы 19 наурызда Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өкілеттілігін тоқтатты. 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланды. Қазақстан Республикасының президенті 2021 жылды тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жариялады.